Здравствуйте. Я Бесекенов Нургуль Рыспаевич. Сәлеметсіз бе? Мен Бесекен Рыспайұлымын. Ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидатымын. Әулиегөл тұқымы бойынша Республикалық палатаның директорымен сіздерді ел байлығы курстарында қошеметтеймін. Мен 12 жасымнан бастап мал шаруашылығымен айналысамын деп айтуға болады. Мен бала кезімнен малдың қасында болдым. Малмен жұмыс істеймін. Зоотехник ретінде кәсіби білімім бар. Мал шаруашылығы саласында ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежем бар. Менің ақырғы 11 жылдық еңбек өтілім Әулиегөл тұқымы бойынша Республикалық палатасын басқарумен тікелей байланысты. Бүгін біз Әулиегөл тұқымы бойынша Республикалық палатасының жұмысы және Әулиегөл тұқымының артықшылықтары туралы айтатын боламыз. Әулиегөл тұқымының айырмашылығы неде? Біріншіден, Әулиегөл тұқымы қазақ ақбас тұқымынан жақсы бейімделу қасиеттерін, аналық инстинктімен жеңіл төлдеуді алды. Абердин ангустан ол тағы да Абердин ангустың жеңіл төлдеуін, ет қасиеттерін және еттің мәрмәрлігін алды. Міне осы үш көрсеткіш. Егер төлдеудің жеңілдігі туралы айтатын болсақ, төлдеудің жеңілділігі Әулиегөл тұқымының бұзаулары кішкентай тұқымды болып туылуында. Және бұл бірінші төлдеп жатқанға, ересек сиырға да жеңіл төлдеуге мүмкіндік береді. Төлдеудің жеңілділігі бұзаулардың кішкентай салмақты болып туылуында. Міне ол осы қасиетті алды. Мұнда бұзаудың үлкендігінде, құнарлығында, оның туғандағы тірі салмағының арасында тікелей байланыс бар. Ұрғашы бұзау 18-ден 25 килограммға дейінгі, еркек бұзау 25-тен 30 килограммға дейінгі аралықта туылады. Бірақ 32-33 килограммдағы бұл көрсеткіштен асатында үлгілері бар. 26-27 килограммдағы ұрғашы бұзаулар болуы мүмкін, бірақ бұл өте сирек кездеседі. Және бұл үлкен тұқымдылығына және төлдеудің жеңілдігіне әсер етпейді. Ауыр төлдеулер болмайды. Міне төлдеудің жеңілділігі туралы осында ерекшеліктер. Енді келесі ерекшелігі сиырлардың ұзақ уақыт пайдалануында. Әулиегөл сиырларын 12 төлдеуге дейін пайдалануға болады. 10 төлдеуге дейін жануар еш қиындықсыз пайдаланылады. Ал 11-12 төлдеуде бұл ересек сиыр, сондықтан біраз назар аударуды қажет етеді. Бірақ сіз 11-12 төлдеуде оңай ала аласыз. Мен барлығына 8 төлдегеннен кейін сиырларды жарамсыз ретінде табыннан шығаруды ұсынамын. Генетикалық селекция тұрғысынан оларды сақтау тиімді емес. Бұл неліктен тиімді емес? Қазір сізге түсіндірейін. Сіз құнажын сиырды сатып алғанда және ол сізде бірінші рет бұзаулағанда, сіз белгілі бір саладағы бұзауды алдыңыз. Сіз бұл бұзаудың өнімділік деңгейі бір дәрежеде екенін, ал оның анасының өнімділік деңгейі басқа төмен дәрежеде екенін түсінуіңіз керек. Және солай жалғасып, құнажын сиыр бірінші төл береді, екінші төл береді және үшінші төл береді. Сіздің сиырыңыз төртінші рет төлдегенде, оның бірінші төлдеген бұзауы онымен қатар төлдейді. Яғни сізде сиыр бір деңгей, бұзау деңгейі сиырдан жоғары. Бірінші бұзаудың болашақ бұзауы, яғни сиырдың немересі, ол одан да жоғары деңгейде екенін түсінесіз. Нәтижесінде сиыр 8 рет бұзаулаған кезде онымен қатар немересі де бұзаулайды. Яғни сіздің табыныңызда әртүрлі генетикалық деңгейдегі жануарлар пайда болады. Және ондайды болдырмаған жөн. Яғни сіз 8 төлді алдыңыз. 8 рет төлдегеннен кейін сіз бір шешім қабылдай аласыз. Оны етке жіберу туралы ма, әлде оны біреуге өндірісте асыл тұқымды бұзауларды алу үшін пайдалануға сату туралы ма, бұл болады. Бұған тыйым салынбаған. Бірақ өзіңіздің негізгі шаруашылығыңызда мұндайды істеудің қажеті жоқ. 8 төл алдыңыз. 8-ші төлден кейін сиырды жарамсыз деп танып шығарып жіберу керек. Келесі ерекшелігі бұл өсу энергиясы. Айтқанымыздай Әулиегөл тұқымында 3 қан бар: қазақ ақбас, Абердин ангус
және шароле әсіресе соңғы екі тұқым энерго өсетін тұқымдар болып табылады. Осы үш қанның қосындысы өте жақсы жоғары өсу энергиясы бар әулиегүл тұқымды жануарларын алуға мүмкіндік берді. Қалыпты ұстау, өсіру және бордақылау жағдайында әулиегүл үшін 1 килограмм орта тәулікті өсім алу норма болып саналады. Бірақ 1,5 килограмм және одан да жоғары беретін жануарлар бар. Кез келген малдың өсу энергиясы тек оның тамақтандыруына байланысты екенін түсіну керек. Егер сіз малды тамақтандырмасаңыз, тіпті қайтарымы туралы ойламаңыз. Әулиегүл болсын, шароле болсын, абердин ангус болсын, қазақтың ақбасы болсын, тіпті тұқымсыз жануар болсын. Егер сіз оларды тамақтандырмасаңыз, толыққанды тамақтандырмасаңыз, онда жануарлардан қайтарымды күтуде мағына жоқ. Түсіну қажет, ғалымдарда генетика бұл тек 30% жетістік, қалған 70% азықтандыруда, толыққанды жақсы тамақтандыруда деп айту әдеті бар. Осындай мәтел бар. Сиырдың сүті оның тілінде деген, яғни оны немен тамақтандырасыз, сондай сүт аласыз. Жалғыз нәрсені түсіну қажет. Етті малда егер сіз оны жақсы тамақтандырсаңыз, ол сізге жақсы өсу энергиясын, ұлғаю энергиясын береді. Әулиегүл тұқымының келесі ерекшелігі бұзауларды беруіне, көбею қабілетіне байланысты. Бұл жерде екі фактор бар. Сиырлардың көбею қабілеті, мен бұрын айтқаным оны 12 төлдеуге дейін пайдалануға болады. Стандарт бойынша біздің әулиегүлдер үшін төлдеудің 80%-ын алу бұл оңай көрсеткіш болып саналады. Бұзаулардың 85%-ын алатын ферма бар. Егер ол 80-85% аумағында алса, онда бізде бұзау жоқ дейді. Ал көптеген адамдар үшін 80% көрсеткіштің өзі тіпті қолжетімсіз. Міне осы жерде осыны түсіну қажет. Әулиегүл тұқымынан бұзаулардың 80-85%-ын қиындықсыз алуға болады. Бұзаулардың 90-95-100%-ын алатын шаруашылықтар бар. Олар әр жылда, сонша алмаса да, бірақ жыл сайын 90-99% аумағында жүруге болады. Көбею қабілетінің екінші ерекшелігі бұл әулиегүл бұқаларының өте жоғары ұрықтылығы. Олар өте жоғары құмартушылыққа ие және ол жақсы жұмыс істейді. Әулиегүл бұқаларының тағы бір ерекшелігі олар өте көп секіреді. Біз қазір малды азықтандыру тақырыбына қозғалдық. Әулиегүл тұқымы үш тұқымның қатысуымен екенін түсінуіміз керек. Абердин ангус пен шароле арқасында жем-шөптің аз шығынында тірі масса беруге мүмкіндік алды. Әулиегүл тұқымын бордақылау кезінде 6-7 жем-шөп бірлігі норма болып саналады. Ең көбі 8 жем-шөп бірлігі. Бұл бордақылау үшін өте жақсы көрсеткіш. Келесі көрсеткіш ет өнімділігі немесе сою өнімділігі. Осы жерде де шароле тұқымының арқасында әулиегүл тұқымының өзіндік ерекшеліктері бар. Шароле тұқымы бүгінгі күнде ең ауыр тұтас ет береді, ал әулиегүл тұқымы шароле тұқымының арқасында 63%-ға дейін сою өнімділігін береді, және сою өнімділігінің 64%-ға дейін үлгілері бар. Бордақылауға осындайларды алады. Бірақ біз 63%-ға қанағаттанамыз. Бұл Қазақстандағы қолда бар тұқымдардың ең жоғары көрсеткіштерінің бірі. Бұл бірден. Және әулиегүл тұқымының екінші ерекшелігі қаңқадағы сүйек мөлшері 18%-дан аспайды. Бұл өте жақсы көрсеткіш. Әсіресе ет өңдеушілер үшін. Мысалы, сүт тұқымдарының сүйек мөлшері 22%-дан асады. Ал қазақтың ақбасы, абердин ангус 20% аумағында. Яғни, егер сіз 200 килограмм бірдей тұтас етті алсаңыз, ол әулиегүл немесе кез келген басқа тұқым болсын, сүйектердің аз болуына байланысты. Өңдеушіге көп сүйексіз ет түседі. Бұл өңдеуші үшін әлдеқайда көп табыс болады. Мұнда осындай ерекшеліктер бар. Біз мұнда бордақылау, тірі салмақты қозғағандықтан, мен әрқашан бұқаның 5, 6, 7, 8 жасында қандай тірі салмақта болатындығы, сиырда 7-8 жасар болса, оның да қандай тірі салмақта болатындығы маңызды емес екендігін айтамын. Бұл мен үшін маңызды емес. Фермер үшін біріншісі туғандағы тірі салмағы маңызды болуы керек.
бұзау қандай тірі салмақпен дүниеге келді? Сіз еркек бұзауды айталық 25 килограмм, 40 килограмм салмағында ала аласыз. Бірақ 25 келеде туылған бұзау төлдеу кезінде қиындық тудырмайтынын түсініңіз. Сізде сиырмен қиыншылықтар болмайды. Ал 40-45-50 килограмм салмақта туылған бұзау бұл үлкен ұрықты білдіреді. Ал сиырдың өту жолындағы жамбас сүйегінің мөлшері шектеулі, яғни сіз сиырды босандыру керексіз. Бұл сіздің уақытыңызды кетіру. Егер сіз сиырға көмектессеңіз, босандырсаңыз, онда сіз сиырдың босану жолдарын микробтармен жұқтырасыз. Сондықтан сіз сиырды эндометритпен, жыныс мүшелерінің қабынуымен қамтамасыз етесіз. Нәтижесінде мұның бәрі сиырдың өнімділік функцияларының қалпына келуіне теріс әсер етеді. Бұзау неғұрлым кішкентай болып туылса, соғұрлым сізге тиімдірек болады. Сіз қарадыңыз, сиыр босанып жатыр, кетіп қалдыңыз, қайтып келдіңіз. Бастысы сиыр босанған. Бұзау өз туылды. Мұнда ең бастысы, сіз бұзаудың дұрыс келуін бақылауыңыз қажет. Өзі туылғанын, өзі тұрғанын, өзі емгенін, яғни сиырға қол тигізбеу керек. Осымен болды. Келесі көрсеткіш, бұл бұзаудың 6 айдағы тірі салмағы. Бұзау 6 айға дейін анасының сүтінің арқасында өседі деп саналады. Сондықтан анасының сүті неғұрлым көп болса, бұзау соғұрлым жақсы өседі. Оның тірі салмағы соғұрлым көп болады. Тек бұл бұзауды 6 айға дейін тамақтандыруға болмайды дегенді білдірмейді. Тамақтандыруға болады. Бірақ мұнда сіз өсудің негізгі энергиясы анасының сүтіне байланысты екенін түсінуіңіз керек. Егер 6 айда бұзау 150 килограмм болса, онда сіз сиырдың сүті аз және бұзаудың өнімділігі төмен екенін білесіз. Мұндай сиырды сату немесе жарамсыз деп шығару керектігі туралы, етке жіберуге болатындығы туралы белгіге алуыңызға болады. Бұл сиырды өнімдірек сиырмен алмастыру туралы ойлану керек. Егер сіздің сиырыңыздың 6 айлық бұзауының салмағы 180-200 килограмм болса, бұл жақсы көрсеткіш. Бұл орташа нақты 4 деп айтуға болады. Ал егерде сиыр бұзауды 200 келіден артық берсе, бұл сіздің алтын сиырыңыз, яғни 5 балдық жүйе бойынша 5 керемет сиыр. Мұндай сиырларды таңдауға және ұрпақтарын қалдыруға тырысу керек. Мен үшін тірі салмақтың келесі көрсеткіші бұл желіннен ажырату. Біз туылған кезде 6 айлығын айттық. Енді желіннен ажырату туралы айтайық. Желінен ажыратуды 7-8 айында жасау қажет. 8 айдан кешіктірмей, бірақ 7 айдан ерте емес. Бұл 7-8 ай оңтайлы кезең. 8,5-9 ай бұл шегі. Бұзауды бөліп тастау керек. Өйткені сиыр сол уақытта екінші бұзауға жүкті, ал оған демалу, қоректік заттар жинау, сауығу, екінші төлдеуге дайындалу керек. Бөлу кезінде бұзау неғұрлым ауыр болса, соғұрлым жақсы. Сіз бұзауды 180 килограмм және одан жеңіл кезінде бөлгеннен 220 килограмм және одан да ауыр кезінде бөлгеннің дұрыс екендігін түсінуіңіз қажет. Міне осы сәттерді анық түсіну керек. Егер сізде бұзау бөлу кезінде 200 килограммнан аз берген болса, оның анасы туралы ойлану керек. Оны ұстау қажет пе, қажет емес пе? Мұнда біз бұқалардың жақсы екенін түсінуіміз керек. Барлық бұзаулар бір бұқадан екендігін және орташа көрсеткіш бұқаның өзін ақтайды. Сонда сізде жаман сиырлар бар. Сиырлармен жұмыс істеу керек. Желіннен шығарғаннан кейін бақылау кезеңі 12 айлық жас бұзауларды шағылыстыруға дайындайтын кезең. Сіздің көрсеткішіңіз 12 айлық жануардың салмағы. Ол арқылы сіз жануарларды қалай тамақтандыруды жалғастыруды, тамақтандыруды жақсарту, немесе солай тамақтандыра беру керектігін білесіз. Сіз қашарды ұрықтандырғанда, немесе бұқаны шағылыстыруға жібергеніңізде 14-15 немесе 18 айында, яғни бұл көрсеткіштер келесі екендігін түсінуіңіз керек. Сіздің бақылау салмағыңыз келесі 15 айда, 15 айдан кейін 18 айда. Мұның барлығы бақылау кезеңдері. Мен тағы бір рет қайталаймын. Маған бұқаның 5 жасындағы салмағы маңызды емес. Оның 5 жасында салмағы 800 килограмм және 1 тонна болуы мүмкін. Бірақ ең маңызды өлшем сіз оларды шағылыстыруға жіберу қажет 15-18 айында. Бұқа немесе сиырдың қандай мағынасы бар? Бұқа туралы нақты айтайық. Егер ол 18 айында 500 килограмм болмаса,
немесе тіпті 450 килограмм болмаса, оның 5 жасында немесе 6 жасында салмағы 700-800 килограмм болғанда қандай мағына бар? Оны жұптастыруға жіберу керек болған кезде, ол өзінің генетикалық көрсеткіштерін бермесе, оның мағынасы неде? Ол 5 жасына дейін сізде тамақтанды. Сіз оған жем-шөп жұмсайсыз, бірақ ол өзіне ұқсайтын ұрпақ береді ғой. Оның құрдастары 15-18 айда салмағы 450 килограмм болғанда, және одан да көп болған кезде оның генетикалық деңгейі 15 айда 350 килограмм болады. Етті мал шаруашылығында ең бірінші және ең маңызды критерийлердің бірі мен сізге айтқан әрбір бақылау кезеңіндегі тірі салмағы. Бұл туылған кезде 6 айында, желінен ажырату кезінде 7-8 айында, 12 айында, 15 айында және 18 айында. Осы 6 кезеңнің барлығы сіз үшін бақылау кезеңі. 18 айлық жаста сіз бұл жануардың сізге белгілі бір салмақ бермегенін біле аласыз. Оны не басқа адамдарға сатасыз, не етке жібересіз. Оңтүстікте айтарлықтай жағдай өзгеше. Мысалы, жағдайға байланысты айтсақ, Түркістан облысын, Жамбыл облысын, Алматы облысын, Жетісу облысын айтатын болсақ, онда мал асырау жағдайы мүлдем өзгеше. Онда үлкен капиталды үй-жайлар қажет емес. Онда өте қарапайым және оңай. Бірде күрделі құрылымдары жоқ шаруа қожалықтары бар. Оларда тек төлдеу кезінде бұзауларды ауа райынан, жаңбырдан, қардан, желден қорғауға арналған шағын ғана қоралары бар. Сонымен болды. Солтүстік аудандарда бізде жағдай мүлдем басқаша. Қыс 6 ай болатын жерде төлдетуге және малды ұстау үшін жағдай жасау керек. Мұнда біз әлі де түсінуіміз керек. Бізде қысы ұзақ солтүстік жағдайында жел қорқынышты емес, желдің күші қорқынышты. Мұнда секундына 5 метр желдің не екенін, секундына 15-20 метр желдің не екенін сіз өзіңіз түсініп отырсыз. Сүйектен өтетін жел. Тіпті осындай қатты желдерде жабайы жануарлар табиғи баспана іздейді. Олар лактарда немесе кейбір орман егістіктерінде жасырылады. Мұнда біз солтүстік Қазақстанда, Қостанай облысында, Ақмола облысында, солтүстік Қазақстан облысында, Павлодарда бұл Ақтөбенің бір бөлігі болсын, онда малды ашық далада тек қана қоршаумен ұстауымыз қате тәсіл екенін түсінуіміз керек. Яғни малға соққан жел өзегінен өтіп кетеді. Мал энергияны жоғалтады, жылуды жоғалтады. Демек, көп жем тұтынады деген сөз. Сондықтан саңылаулы қоршаулар болуы керек. Жақсысы, желді үзетін тесіктері бар қоршау болғаны дұрыс. Тағы да қайталаймын. Мал желден қорықпайды. Желдің күші қорқынышты. Сондықтан мұнда малдың ықта тұруы үшін желдің күшін бұзатын жағдайлар жасау керек. Бұл сіздің жеміңізді және жануарлардың денсаулығын үнемдеуді білдіреді. Денсаулықты үнемдеу бұл сіз суық тиген сиырларды, ауру бұзауларды емдеу үшін қосымша ветеринарлық дәрі-дәрмектерді сатып алмайтыныңызды білдіреді. Енді асырау технологиясы туралы етті мал шаруашылығында орнын алмастыруға болмайтын 4 негізгі цикл бар. Оларды өткізу уақытына байланысты жылжытуға болады. Күзде, қыста немесе көктемде өткізуге болады. Бірақ орындарын алмастыруға болмайды. Мысалы, төлдеуден бастайық. Төлдеуден кейін ұрықтандыру, ұрықтандырудан кейін желінен бөлу және малдың қыстауы жүреді. Олардың қалай жүретіндігін міне. Осы сәттерді нақты түсіну керек. Төлдеудің алдында ұрықтандыруды жоспарлай алмайсыз. Егер сізде сиыр алдымен төлдеу керек болса, онда ұрықтандыру керек. Содан кейін желінен шығару керек. Содан кейін ең қиын кезең қыстау. Бірақ бұзауларды желінен шығару мен ұрықтандыру арасында, немесе болашақ төлдеу мен ұрықтандыру арасында, мұнда сізде желінен шығару аралығы бар. Ол жерде жүктілікті тексеру кестесін қоюға болады. Немесе жүктілікті фермада қыс мезгіліне қою алдында тексеруге болады. Яғни қыстақ алдында сіз барлық сиырларыңыздың жүктілігін әрдайым тексеріп отыруыңыз керек. Сізге
Қыста қысыр сиырларға жемді жұмсаудың қажеттілігі қанша? Етті мал шаруашылығында ең негізгі табыс бұл ұрпақ бұзау болып табылады. Бейнелі түрде сиыр мен бұзау жұп түрінде берілген. Егер сіз қыста қысыр сиырды тамақтандырсаңыз, шығынға ұшырайсыз. Ол сізге бұзау бермейді. Демек, ол келесі жылы ұрықтандырылады және сізге 1 жылдан кейін бұзау береді. Яғни сіз оны 2 жыл кем дегенде 1,5 жыл тамақтандырасыз, ал ол сізге бұзау бермейді. Сізге оны тасып жүрудің не қажеті бар? Сондықтан күзде сиырларды қыстауға қоймас бұрын жүктілікке тексеру керек. Жүктілік тексеру ұрықтандырғаннан соң 2 айдан кейін жүзеге асырылады. Ұрықтанғаннан кейін 2 ай өткеннен соң жануарларды жүктілікке тексереді. Біреу 4-5 айдан кейін тексереді. Мұндай кезеңдер аса маңызды емес. Бірақ қысқа қысыр кірмеу үшін сіз маңызды түрде тексеруіңіз қажет. Жүктілікке тексеруді бәрі бірде жасай бермейтіндігін және әрқашан өткізбейтіндігін айтамын. Бірақ мен мұны қысыр сиырларың болмау үшін жасауды ұсынамын. Егер сіз қыстау алдында жүктілікті тексеріп, қысыр сиырларды анықтасаңыз, және бұл сиырлар сізде тым көп бас болып шықса, оларды қайта шағылыстыру жұмыстарын жүргізуге болады. Мұнда біз айтып отырған жүктілікке қатысты тағы бір нәрсе айтуға болады. Сиыр, егер қысыр қалса, бұл сиырдың кінәсі емес. Бұл бұзаулардың шығу үшін бұқаларға қанша жүктеме беру керектігін есептемеген иесінің кінәсі. Мен әрдайым айтамын, бұқаларды сатып алғанда, сіз субсидия алғыңыз келетінін немесе бұзау алғыңыз келетінін түсінуіңіз керек. Бұл екі нәрсені нақты түсіну керек. Егер сіз субсидия алғыңыз келсе, онда біздің қолданыстағы субсидиялау ережелері бойынша сіз 25-ке 1 арақатынасында жас бұқашықтарды сатып ала аласыз. Үлкен жүктеме бересіз, бірақ бұл бұқа үшін қиын. Егер сіз бұзауларды алғыңыз келсе, онда сіз 15-ке 1 арақатынасында бұқашаларды сатып алуыңыз керек. Яғни жүктемені азайту, бұл жүктеме қолжетімді болады. Олар сізге сиырлардың максималды санын жабады және бұқаның физикалық денсаулығын сақтайды. Мұнда сіз түсінуіңіз қажет, өндірушіге жүктеме неғұрлым көп болса, және бұл бұқа өндірушісі ме, қошқар өндірушісі ме, айғыр ма, маңызды емес. Өндірушіге жүктеме неғұрлым көп болса, оны жұптастыруда қолданудың өмірлік кезеңі соғұрлым аз болады. Ол физиологиялық тұрғыдан тозады. Бірдеменің артынан жүгірудің қажеті жоқ. Бұл сәттерді түсіну керек. Өндіруші 30-40 жануарды қамтуы мүмкін, бірақ олай істеудің қажеті жоқ. Бәрі оңтайлы болуы керек. Егер бұл жас бұқа болса, айталық 2 жасқа дейінгі 18-24 айлық бұқаша және 5-6-7 жастағы кәрі бұқа болса, онда олардың жүктемесі бірдей. Бір өндірушіге 15 жануар аралығында. Ал егер бұқа 3-5 жаста болса, онда бұл бұқаға 20-25 сиыр аралығында жүктеме беруге болады. Яғни бұл физиологиялық тұрғыдан қалыптасқан өндіруші, оған жақсы жүктеме беруге болады. Бұл екі қатынасты өте жақсы түсіну керек. Сізге не қажет? Бір реттік субсидиялар алу және пайда таппау ма? Немесе бұзаулардың тұрақты шығуын алу және сонымен қоса субсидиялар алу тиімді ме? Енді міне осы негізгі 3 технологиялық сәт: бұл төлдеу, ұрықтандыру, бұзауларды желінен бөлу. Сіз өзіңізге қашан төлдететініңіз жайлы, қашан ұрықтандыратыныңыз жайлы, бұзауларды қашан желінен айыратындығыңыз жайлы нақты картаны құруыңыз қажет. Яғни сіз олардың бірінен соң бірі жүретінін түсінуіңіз керек. Сіз оны орындармен ауыстыра алмайсыз, алдымен төлдеу керек. Содан кейін 2-3 айдан кейін ұрықтандыру керек. Содан кейін 7-8 айға жеткенде бұзауларды желінен бөліп тастау керек. Енді сіз
Төлдетуді қашан жүргізу сізге тиімді екенін түсінуіңіз керек. Бірінші төлдетуді 90 күн аралығында өткізіп үлгеру қажет. 3 айда. Бұл 90 күндік жыныстық жас кезеңіндегі бұзауларды желінен бірге бөлуіне, бірге бордақылауға жіберуіне, бірге вакцинациялауына байланысты. Барлық ветеринариялық профилактикалық іс-шаралар вакцинация желінен бөлу бір топта жүргізіледі. Бір топта барлығы бірге жасалады. Сосын ұрықтандыруды да сізге осылай жүргізу ыңғайлы болады. Бұл міне 90 күн, яғни бізде шағылыстыру іс-шарасы да 90 күн ғана созылуы қажет. Егер сіз шағылыстыру науқанын 90 күнде өткізген болсаңыз, онда сізде төлдеуде 90 күндік. Егер шағылыстыру науқанын 50 күнде өткізген болсаңыз, онда сізде төлдеуде 50 күндік. Егер сіз шағылыстыру кезеңін 6 ай бойы жүргізген болсаңыз, бұқаны жіберіп, оны ұмытып кетсеңіз, ол 6 ай бойы табында шағылысып жүрсе, демек сізде төлдеуде 6 ай өтеді. Демек, сіздің бұзауларыңыз әртүрлі болады. Желінен бөлу кезінде бір бұзау 8 айлық болады, ал екінші бұзау желінен бөлу кезінде 2 айлық қана болады. Ал 2 айлық бұзауды қалай желінен бөлесіз? Демек, сіз проблемаларды шешу кезінде өзіңізге жағдай жасайсыз. Осыларды бөліп тастау керек, осыларды әлі қалдыру керек. Біз айтып отырған 90 күн турдық төлдеу деп аталады. Іс-шараларды турлармен өткізесіз және турлармен жұмыс істейді. Бұл өте тиімді әрі өте жақсы әдіс. Турлық төлдеудің тағы бір жақсылығы, сіз бұзауларды желінен айыру кезінде жынысына қарай, мөлшеріне қарай бөлуіңізде және сізге оларды сатуда жеңілірек болады. Яғни сатып алушы келеді, бір калибрлі бұзаулардың партиясын көреді де сізге жақсы бағаны береді. Бірақ сатып алушы келіп, сіздің бір бұзауыңыз 2 айлық, басқасы 5 айлық, басқасы 8 айлық екенін көргенде өзіңіз түсінесіз. Мұнда баға саясаты бар. Сатып алушы сізге бағаны төмендетуге тырысады, яғни сізге қалағаныңызды бермеуге тырысады. Сіз төлдеу кезеңі шағылысу кезеңімен тікелей байланысты екенін түсіндіңіз. Әлемде төлдеуді өткізу бордақылаумен байланысты деген тәжірибе бар. Күзгі төлдеулер бар, көктемгі төлдеулер бар. Бұл көктемді төлдеуде күзде бұзауларды бөліп бордақылауға жіберу керектігіне байланысты. Бордақылау кезінде бұзаулар 6-7 ай тұрады. Бордақыланады және аралықты күту қажеттілігі жоқ. Міне бордақылаушылар кейбір шаруашылықтармен сіз күзгі төлдеуді өткізесіз деп келісті. Яғни оларға бұзаулардың 2 партиясы келеді. Бордақылаушылар әрқашан бос емес. Және бұл оларға тиімді. Егер мұндай тауарлық шаруашылықтың бордақылаушыларымен қатынасы болса, бұл өте жақсы. Олармен қашан жеткізу керек алдын ала келсіңіз, бордақылау алаңдарына не тиімді екендігін, фермаға не тиімді екендігін, сіз қай кезеңде төлдетсеңіз де, сізге бәрі бір малды азықтандыру қажет. Бұл қысқы төлдеу, күзгі төлдеу болсын, бірақ тәжірибе көрсеткендей, көктемгі төлдеу күзге қарағанда әлдеқайда тиімдірек. Себебі көктемгі төлдеу, мысалы егер наурыз-сәуір айларында сиыр төлдесе, онда жазда жайылымда негізінен шығындар болмайды. Бұзау емеді, өседі. Ал күзде сіз оны бөліп алдыңыз. Күзгі төлдеу сиырды бұзауға қажет сүтті ескере отырып, тамақтандыруына байланысты тиімді емес. 3-4 айға жеткенде бұзауды үстеме жемдеу қажет. Мұнда күзгі төлдеу үшін жем шығындары көбірек. Мұндай кемшілігі бар. Ал жағдайға байланысты, егер сізде мал бордақылау алаңына мал тапсыруға байланысты экономикалық пайда болса, және бұл баға сіздің шығындарыңызды өтейтін болса, онда сіз күзгі төлдеуді де жүргізе аласыз. Мұнда нақты төлдеу, ұрықтандыру, желінен айыру, жүктілікті тексеру бар екендігін түсіну қажет. Сіз мұндай кестені құрастырасыз, қай айда төлдететіндігіңізді ескересіз, демек сіз ұрықтандыру және желінен айыру кезеңдерін қашан өткізетініңізді есептеп шығуыңыз керек. Бұл картаны айлар бойынша құрастыру шешімі тек шаруашылықтың жағдайларына байланысты. Ал малды жазда ұстаған кезде жайылымдардың айналымын нақты сақтау қажет. Мұны өте жақсы білу керек. Яғни сіз жайылымдарыңызды белгілі бір кезеңдерде ауысатын 4 секторға бөлуді шешуіңіз керек. Мысалы, егер сіз 4 секторға бөлсеңіз,
Сіз бірінші секторға биыл көктемде келгеніңізді білесіз. Сіз осы жылдың көктемінде кіріп бағасыз, сосын ақырындап бірінші сектордан екінші секторға көшуді бастайсыз. Бір айдан кейін екінші айдан бастап екінші жайылымда 1,5 ай тұрасыз да, үшінші секторға кетіп, содан кейін төртінші секторға өтесіз, сосын қыстауға өтесіз. Келесі жылы жұмысты бірінші сектордан емес, екінші немесе төртінші сектордан бастау керек. Яғни қозғалысты керісінше өткізу керек. Неліктен мұны істеу қажет? Бұны шөптің демалып, өсіп үлгеру үшін жасау қажет. Мысалы, егер сіз осы жылы бірінші секторға келген болсаңыз, шөптің жаңадан көтеріліп жатқанын өзіңіз түсінесіз. Мал жайылып, жей бастайды және олар бәрін толығымен жеп қояды. Яғни шөптің өсуіне, тұқым беруіне және жаңа ұрпақ алу үшін тұқым беруіне мүмкіндік жоқ. Егер сіз жыл сайын бір жайылымға келе берсеңіз, сіздің бұл жайылымыңыз 3-4 жылда құриды. Онда шөп көбеймейді, деградацияға ұшырайды. Бұған жол бермеу үшін сіз жыл сайын жайылымнан ауысуды өзгертуіңіз керек. Сізде 4 сектор болсын, сіз кезектейсіз. Бірінші жыл бірінші сектордан басталады. Екінші жылда сіз төртінші сектордан бастайсыз. Сондықтан жыл сайын кезектесіп отыра аласыз, жақын маңдағы жайылымға жібересіз. Бірақ сіз кезектесіп қатаң түрде ауыстырып отыруыңыз қажет. Сонда сіздің жайылымдарыңыз сақталып, жақсы шөпке ие боласыз. Мына жайылымдарда бірінші кішігірім түзету бар. Бұл құрғақшылық жылдары. Жайылымды алмастыру ережесін сіз әрқашан сақтайсыз. Тек құрғақшылық жылдарында сіз әр жайылымды ұстау кезеңін азайтуыңыз керек. Яғни жылдам айналу болуы керек. Өзіңіз түсінесіз, құрғақ жаз, нашар шөп нашар өседі. Бұл өрісті өлтіріп алмау үшін сізге жақсы кезеңге дейін алмасуды тезірек өткізуіңіз қажет. Сіз бір жайылым кезеңінде осы 4 турда 2 айналым жасауыңыз мүмкін. Мүмкін солай істеуге тура келетінде шығар. Мүмкін бір жерде 1,5 шеңбер болуы мүмкін, бірақ айналым сақталуы керек. Ал жақсы кезеңде де және құрғақшылық жылында да жайылымдардың ауысылымы қатаң сақталуы керек. Ең маңызды ережені есте сақтау қажет. Жыл сайын әр көктемде бір жазыққа шыға беруге болмайды. Қатаң алмасулар болуы тиіс. Мұның бәрі ауысымға тікелей байланысты. Біз асырау технологиясы жайлы айтқан болатынбыз. Солтүстікте, орталық облыстарда, бұл аймақтарда мал ұстау жағдайлары бөлек деп айтқанбыз. Солтүстік өңірлерде қысқы күтім бойынша жеке технологиялар қажет. Оңтүстік аймақтарда қысқы ұстау кезеңі мүлдем басқаша. Бірақ жайылым кезеңі барлығына ортақ болып табылады. Мал жайылымға шыққанда бұл барлық етті мал ұстаушылар үшін, тек етті мал шаруашылығы үшін емес, барлық мал ұстаушыларға жағымды жақсы кезең болып табылады. Мұнда сіз мынаны түсінуіңіз керек. Асыл тұқымды мал өсіргенде жұмысы сәл көбірек, азықтандыру шығындары да сәл көбірек, бірақ қайтарымы да жоғары. Ең маңызды фактор бұл психологиялық фактор. Адам асыл тұқымды малмен айналысқанда, ол басқа фермерлердің көз алдында психологиялық тұрғыда өседі.